19 ғасыр. Ұлан-ғайыр қазақ даласы. Жел ғана сөйлейтін кеңістік, көшпенді өмір. Үрей мен үміт қатар жүрген заман. 1846 жылдың 28 ақпаны. Шу өзенінің жоғарғы ағысы. Жамбыл тауының баурайы. Үдере көшкен ел ішінде бір сәби дүниеге келді. Тағдыр оны тыныш ауылда емес, қозғалыс үстінде қарсы алды. Сәбиге таудың аты берілді. Жамбыл. Жамбыл көшпелі ортада өсті. Той думан, жиын, көпшілік бас қосқан орта оның алғашқы мектебі болды. Ол ән білетін малшылардың, ертегі айтатын қариялардың, шежірешілердің әңгімесін тыңдап өсті. Рулар тарихы, батырлар ерлігі, өткен заманның тұлғалары, бұл әңгімелер оның жадында жатталды. Жамбыл домбыраны ерте меңгерді. Уақыт өте келе құрдастарының арасынан ерекшелене бастады. Өнер оның өмірлік жолына айналды. Жас ақын Сүйінбай Аронұлының шәкірті болды. Ұстазының жанында жүріп айтыстың қыр-сырын үйренді. Сөздің салмағын түсінді. Жырдың жауапкершілігін сезінді. Сүйінбай оған: өлеңің жүректен шықсын, шындықты айт, әділетті жырла, өз жолыңды тап, деп батасын берді. Бұл бата оның бүкіл ғұмырына бағыт болды. 20 жасында Жамбыл ауылды аралап, ақындық өнерін көрсете бастады. Сол сапарлардың бірінде ол бұрын есімді қызды кездестірді. Бірақ қыз